Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өзімнің дайындайтын мохитоның рецептісімен бөліскім келеді. Бұл дәмі ерекше болып шығатын сусынды дайындау үшін мен 5 апельсин, 3 лимон және де мята, яғни жалбыз жапырақтарын алдым. Қыс мезгілінде, әсіресе моншадан шыққанда отбасымызбен, балаларымызбен сүйсініп ішетін сусындарымыздың бірі сіздерге де жасауға кеңес беремін. Әрине, ең бірінші банкаларымызды жуып, стерилдеп дайындап алдым. Онан соң апельсинімізді осылай ортасынан бөліп, жіңішке бөліктерге бөліп турап шықтым. Әр кесіндінің ара қашықтығы шамамен 5 мм болды. Мінекей осылай барлық апельсиндерді кесіп дайындап алдым. Енді лимонды да дәл солай ортасынан бөліп, жіңішке сақина тәрізді етіп турап шықтым. Және де ортасындағы дәндерін алып тастауға кеңес беремін. Өйткені мохитоны қақпағын жауып сақтағанда ол сусынымызға ащы дәм беруі мүмкін. Мінекей осылай жемістерімізді турап алдын ала дайындап қойдық. Енді осылайша видеода көріп тұрғандай банкаларға рет-ретімен салып шығамыз. Мен бір апельсиннің кесіндісін шамамен 2 банкаға бөліп салдым. Сонан соң лимонның 4-5 кесіндісін және де жалбыз жапырақтарынан 2-3 дана әр банкаға салып шықтым. Мінекей достар, барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Енді қайнап тұрған судан барлық банкаға құйып шықтым. Барлығын құйып болған соң, осылай қақпақтарын жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Менде 2 литрлік банкадан 6 банка шықты. Жарты сағат өтті. Енді осындай арнайы қақпақша кигізіп, ішіндегі суын кастрюлемізге қайта құямыз. Біздің әр банкамызға шамамен осылай 180 граммнан қант есептеп, барлығын сол кастрюльге салдым. Енді осы кастрюлеміздегі суды қанты ергенше тағы да 5-7 минуттай қайнатып алып, қайтадан барлығын банкаға құйып шығамыз. Мінекей достар, осылай ыстықтай банкаларға құйып шықтым. Онан соң қақпағын бұрап, осылай ыстықтай төңкеріп, орап бір күнге қойып қоясыздар. Мінекей достар, бүгін сіздермен бірге дайындаған мохитомыз дайын болды. Видео ұнады деген ойдамын. Лайк басуды ұмытпаңыздар.